Сәлем достар. Бүгін біз осындай жаңа жылдық шырша жасаймыз. Өзіміздің қолымызбен, үйдегі бар затпен өте тиімді, қаражатты көп кетірмейтін елка. Ондай болса кеттік. Мінекей елканың каркасы дайын. Бұл елканың каркасын қалай жасады десеңіздер, мінекей 4 рейка, 1 метр биіктігі, 5 литрлік шелек. 4 рейканы 4 жағынан қағып шықтым. Саморезбен ұстатып шықтым. Төбе жақтарын бүйтіп қосып, скотчтадым да жағындағы саморезбен қаттылап ұстатып қойдым. Сонда менде мынандай конструкция шықты. Бізге енді керекті заттарымыз дождевиктер. Мен қазірше жасыл түспен сүр түс деймін, мынаны жыртылдақ сүр түсті алдым. Менде мынадан 4 дана, мынадан 4 дана. Одан кейін степлер, мебельный степлер керек. Сосын маған елкамыз дайын болғаннан кейін осындай безендіретін шариктеріміз де керек болып қалар. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай осындай 2 дождевикті алдым да біріктіріп, бір-біріне айқастырып, степлермен үстіп ұстатып қойдым төбесіне. Төбесін ұстатып алғаннан кейін осылай дождевиктерімізді орап төменге қарай үстіп ақырын түсіре береміз. Осы жерден бізде дождевигіміз бітіп қалды. Бітіп қалған жерін степлермен ұстаттық. Одан ары қарай тура сол біткен жерінен бастап 2 дождевигімізді алып, бір-біріне орап, үстіп степлермен қайта ұстатамыз. Ары қарай үстіп видеода көргендегідей айландырып төмен түсіре береміз.
Мінекей елкамыз дайын болды. Видеом ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, пікірлеріңізді айтыңыздар. Маған өте қызық. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздер де осындай елка жасап көріңіздер. Қолдарыңыздан келетініне сенімдімін. Ал енді елкамыз бітті. Өстіп безендіріп қойсаңыздар болады. Менде үйдегі бар заттарымды іліп қойдым. Маған өте қатты ұнады. Сіздерге келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пайдалы болды деген ойдамын.